аты жөнім Ашынбеков Абдыкамал, заңгер. 38-40 жылдай прокурор сот. Өзім жергілікті Түркістандық. Түркістан мына Майдамтал деген ауыл бар. Соның ар жағында Қаражан деген бөлімше бар. Оның ар жағында Құшшы деген колхоз болған. Сол Құшшы колхозында туылып өскенмін. Қаражанға қосты, Қаражанды Майдамтал қосты. Соныменен ары қарай ұмтыла айтып жылжи осындай жағдайға келдік. 24 жыл Қараған жезқазғанда қызмет істеп, ауданға Түркістан ауданы бар еді ғой кезде, қала бөлек, аудан бөлек еді. 94 жыл ауданға прокурор болып келдім. 97 майында ауданды қосты қалаға, біз жұмыссыз қалдық, сосын әскери прокурор болып кеттім. Кейін қызметім Кентаудың сотының бастықтығынан пенсияға шықтым. Қазір осы есепте. Бұл партияның құрылғаны 2007 жылы Тұяқбаев Жармахан деген азамат генеральный прокурор болған, 2 жыл парламент басқарған, сол кісі құрған партия. Содан осы филиалдың төрағасымын. Бұрын Оңтүстік Қазақстан облысы кезінде бұл өкілдік болып есептеледі Түркістан, представительство. Соның бастығы болып, енді қазір жеке филиалымыз. Филиалдың төрағасы мен. Енді қанша дегенмен заман өзгеріп отырады. 300 жыл патшалық Россия тұрыпты, 71 деген жыл Совет үкіметі тұрыпты. Бұл заманда белгілі, белгісіз көреміз, бірақ заман өзгеріп отырады. Міне содан бері қарай қазір әр заманның өзі ең басты мәселе біздің ойлайтынымыз мемлекеттің мүддесі, халықтың жағдайы. Қазір енді жайлар байқап отырсаңыздар, бізде қаншама депутаттар бар, қалада, облыста. Бірақ енді халықтың арасына шығып кіріп атқан ешқайсысын көрмейміз. Ең басты мәселе бізде қазір халықтың жағдайы қанша дегенменен бір жерге барса арызды ақшасы қол қойдыра алмайды. Бір жерге барса ақшасы жұмысқа орнаса алмайды. Баласын ақшасы оқыта алмайды. Дәрігерге ақшасы көріне алмайды. Bir әйел кісі кетті, бір укол сатып 8.000 теңге береді. Мен сондықтан да қазір ең басты мәселе осы халықтың жағдайына қарай бет бұрып, соның жағдайын жасау. Соның жетем деген жеріне жеткізу, біреудің есігінің алдына телміртпеу, оның барлығы әрине заңның аясында. Сондықтан енді қазір ең басты мәселе біздегі біздің партияның ең бір сыйлап өтетін 2 мамандығымыз бар. Оның үстінде де мен өз басым кішкентай кезімнен сыйлап өтетін 2 мамандық. Ол мұғалім мен дәрігер. Мұғалім болмаса сауатың болмайды, дәрігер болмаса өлесің. Бұл 2 маманнан артық мамандық жоқ. Сондықтан да өтірік айтпайтын да осы 2 мамандық. Сыйлайтынымыз да осы мамандық. Бірақ өздеріңіз көрдіңіздер, мұғалімдерді ылғи дүйіріне жұмысқа жұмсайды. Адамдар келсе сол мұғалімді жинайды. Bir жерге апарып қоятын болса, топырлататын болса, мұғалім сол, сондан кейінен қазір оны қоятын жағдайға келіп жатыр деймін. Бірақ мұғалімді дежурный қойды. Бірақ ерте кезде де өздерің білетін болсаңыздар, мемлекетті басқарудан, басқару қызметіне мұғалімдерден алады. Міне баяғы Совет үкіметінің кезінің ең алғаш кездерінде райком, обком, ЦК мысалы мұғалімдерден алады. Неге сауатты? Ең сауатты мамандық осы мұғалім. Сондықтан да мемлекет басқаратындарды мұғалімдерден алады. Ал кейіннен бара оны дежурный қызметке. Сондықтан да біз сіздерді өте жоғары дәрежеде сыйлап өтеміз. Үлкен жерде сіздерді сыйлап отырамыз. Сондықтан сіздерге Алла жар болсын, жолдарыңыз бол, тек қана жақсылық болсын. Әлеген мынау мұғалімдерге жаңағы онлайн қашықтықта оқыту мақсатындағы сол программаны айтып берсеңіз. Онлайн жөніндегі біздің пікіріміз, мен қанша дегенменен өз басым пікірім айтайын деген онлайнды мен аса дұрыс көрмеймін. Себебі мен баламын үйде отырмын, мен анау телевизиядан неден оқытып дәріс беріп жатады. Ал бала қанша дегенменен қасында күшігі ма, мысығы ма, жоқ бір ойыншығы ма, соған бұрылып отыруы мүмкін. Benim енді ол ең басты мәселе осы залда бұрынғыдай залда оқытатын болса, ол бала қанша дегенменен білім алуға,
соған қалай ыңғайлануға көріп отырамын, өйткені мұғалімнің қимылын, оның сабақ беріп жатқанын, қолыменен бәрін көрсетіп жатқанын, картасы бар басқасын. Сондықтан да енді онлайн дегеніңіз жаңа на расстояние ғой, енді алыстан оқыту. Енді оны енді аса мен дұрыс көрмеймін. Өз басым, даже ол партияда да сондай мәселе бар. Ал енді оның қалай онлайн, енді оны сіздердің пікірлеріңіз, енді әркімде өз пікірлері бар ғой, енді оны мен былай мен түсінігім де, өз түсінігім солай, мысалы алыстан оқытудың аса білім берудегі жағдай анау іштей класста, бұрынғыдай класста оқытудан гөрі төмендеу бола ма деп ойлаймын, онлайн алыстан оқытудың. Сондықтан енді онлайн жөніндегі мен айтатын пікірім осы. Бірақ қанша дегенменен әрине оны соған сабақты былай дұрыс беруге, балаларға дұрыс жеткізуге, олардың ой өрісіне ары қарай ешқандай жағдай жеткізуге де мұғалімдер тырысып жатады ғой енді. Дұрыс жерде бар болу керек, сонымен егерде дұрыс бағыттайтын болса. Енді өздеріңіз пікірлеріңізді мен аса онлайн жөнінде менің өз пікірім осылай. Іштей оқытқан дұрыс деймін, алыстан оқытқаннан көрінді. Сондықтан онлайн жөніндегі пікірім осылай. Сосын енді өздеріңізде мысалы әрине көп мұғалімдерменен, коллективтерменен ауыл-ауылдарда барып кездесетін жағдайымыз болады. Ондағы жағдай мысалы қазіргі заманға байланысты қандай проблемалар, отбасы ошақ қасында, қызмет бабында нендей сұрақтары бар, қандай бітіре алмай жүрген проблемалары бар. Мына осы жағдайда да біз барынша заңның аясында көмектесеміз. Ал енді біздің саясатымызда, менің өз басым саясатымда мынандай жоқ. Арыз жағдайын сөзін естіп көріп, мынауыңыз заңды прокурор шешеді, мынауыңыз заңды сот шешеді, заңды милиция шешеді, полиция шешеді. Ондай жоқ. Мен өз басымда, мысалы біздің партияда. Ол біз өзім алып барамын, өзім бірге барамын. Ал енді ол барда прокурордың алдында тоқтап қалады. Прокурорын тыңдамайды. Қайшан қай уақытта жауап береді, ол белгісіз. Сондықтан да біздің саясатымыздағы ең бірден бір дұрыс жағдайда ойлайтынымыз бірге барамыз. Сол жерде соның мәселесі проблема шешілгенге дейін соның қасында боламыз. Ал енді құрашайын сізге заң деген барыңыз, ана полиция шешеді, төлеуші шешеді дегендей саясат бізде жоқ. Жоқ, рас өзі жаңағыдай ақыл кеңес алып, консультация алып, ары қарай болыпты, өзім енді барам дейтін болса әңгіме жоқ оның. Әуеген сөз кезегін Амырал апай берейік. Сондықтан енді өз пікірлеріңізді. Біраз мәселелер көтеріп жатсыз ғой, барлығы шын айтқан кезде дұрыс деп ойлаймын. Бірінші жаңағы мұғалімдердің мәртебесі жаңағы кез келген осы уақытқа дейін болып келді, ол айтып отырғанымыз шын айтқан кезде кез келген мысалы жаңағы жиналыстар болсын, немесе басқа да қоғамдық жұмыстар болсын, ұстаздар көбінесе 80% ұстаздарына қамтып. Бірақ енді өздеріңіз жақсы білесіздер, 20-шы жылдан қаңтар айынан бастап мына педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Осы заңның аясында қазір бірде-бір мұғалімді өзінің мына қызметіне жаңағыдай сәйкес келмейтін жаңағыдай іс-шараларға тарту тыйым салынды. Өте жақсы. Жалпы айтқан кезде жаңағыдай тек қана кәсіби қызметін көтеру мақсатында ғана ол кісілермен жұмыс жасаймыз. Одан бұрындары мына енді сайлауға дейтінбіз, мына сенбіліктерге, тағы басқа сондай шараларға мұғалімдер көмек алып сұрайтынбыз. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, мысалы кез келген жерде үгіт насихат жүргізетін өте білімді азаматтар, ұстаздар болғандықтан, енді жоғары тұрған органдарда сол кісілермен жұмыс жасаған және қалыпқа тез таратуға мүмкіндік бар. Сол үшін пайдаланған шығар деп ойлаймыз. Бірақ оның барлығына қазір тыйым салынды. Өте жақсы болған екен. Енді екінші мәселе ол мынау қашықтан оқыту мәселесі. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, негізі бұл мәселеде шын айтқан кезде қиындықтар өте көп туындап жатыр. Себебі біз бұған дайын емеспіз. Бұл енді мынау аяқ астынан келген жаңағы пандемия несінен болып отыр. Егер де біз осыдан 3-4 жыл бұрын сол дайындық жұмысын
жүргізіп, мысалы, бірінші мұғалімдерімізді, одан кейін оқушыларды дайындайтын болсақ, онда біз 100% дайын боламыз. Оған қазір шын айтқан кезде дайын емеспіз. Енді былтырғы оқу жылында 4-90-да біз сол қашықтан оқыттық. Негізгі 3.90-да бала білімін мектептен алған. Сондықтан сол 3.90-ның жаңағыдай бағасына қарап, біз 4-90-да жаңағы қашықтан оқыттық та, сол бойынша бағалар. Енді қазіргі таңда мына жаңа оқу жылы тағы да егер де мынау осы мына қазіргі жағдай тоқтамайтын болса, онда біз тағы да қашықтан оқытуға дайын болуымыз керек. Сол үшін қазір дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біздегі проблема ол бірінші жаңағы барлық оқушыны да мұғалімді де компьютермен, ноутбукпен, планшеттермен қамтамасыз ету. Онлайн сабақтың бірден бір дұрыс өтілуі осы техникалық жабдықтарға байланысты. Ал қазіргі алып отырған мәліметтерге сүйенетін болсақ, бізде 80% балаларымыз, оқушыларымызда бұл техникалық құралдар жоқ. Сондықтан қазір енді біз өзіміздің мына мектептегі бүкіл жаңағы компьютеріміз бар, ноутбуктарымыз бар, соны бірінші орында береміз ол балдарға. Одан кейін қосымша сатып алып беру қарастырылып жатыр. Одан кейін мынау мұғалімдеріміздің өзін осы қашықтан оқыту бойынша бірнеше жаңағыдай платформаларымыз бар. Соның барлығын оқыту жұмыстары, біліктілігін арттыру жұмыстары жүріп жатыр. Негізі 3 вариант қаралып жатыр. Бірінші, мына жағдай өршіп кететін жағдайда біз жаңағыдай қашықтан оқытуға дайын болуымыз керек. Екінші, егер де төмен деген жағдайда, онда бұрынғы штаттық режимде мектепте оқытқан. Бірақ мектепте оқытқан кезде санитарлық талаптар дейміз ғой. Ол мысалы бірден тоқтап кетейін деп жатқан жоқ қой ол жағдай қазір. Сондықтан осы мынау сэс-тің қойып жатқан талаптарының барлығын біз мектепте орындауымыз керек. Мысалы баланың сыныпта мына неге байланысты ғой жаңағы вируста, сыныптағы балдар санын мысалы азайтып отырғызу, бүкіл жаңағы санитарлық талаптарды сақтау, мектепке кіргеннен бастап бәрін тексеріп кіргізу. Егер де штаттық режимде оқитын болсақ, осы талаптарға сақталынды. Бұның барлығы қазіргі таңда сол қаржыны енді біз жаңағыдай қазір қарастырып, қай жақтан қарастырамыз сол жағын жоспарлап жатырмыз. Енді жалпы алдымызда әлі 1,5 ай қалды, бірақ сол 1,5 айда біз сентябрьге дейін соған біз бүкіл жағдайды қарастырып, 1 қыркүйекте қандай режимде оқимыз, соған дайын болуымыз керек. Сол бойынша қазір сол жұмыстар жүріп жатыр. Қаржыны кім береді? Қаржы енді онда бірінші несі бар, варианты бар. Бірінші мектептердің өзіне бөлінген қаржы бар. Мысалы күрделі жөндеуіне, немесе жаңа материалдық базаны нығайту бойынша сол жерден қарастырылады. Екінші, біз жаңағы мынау қазір бізде экономия бар. Мысалы балдар мектепке барған жоқ, ыстық тамақ берілген жоқ балаға. Міне осындай экономиялардың да біз сол нені қарастырамыз деп отырмыз. Үшінші қосымша мына меценаттар дейміз, демеушілер тарапынан да. Жылда бізде осы тамыз айында мектепте жол акциясы өтеді. Сондай акцияларды ұйымдастырып, мысалы көмек беретін азаматтар болатын болса, оларға да шығамыз. Одан кейін қосымша мына өзімізге қарасты қала әкімінен қазір ұсыныс жазылып жатыр. Ол кісі де уже осы дайындық жұмысына күнде сұрап отыр бізден. Сол жағынан да қаржылар қарастырылады. Сөйтіп жалпы сол бізде дайындық жұмысы жүріп жатыр, бірақ біз 1 қыркүйекке дейін 100% дайын болуымыз керек. Бұл енді негізі ертең күткен күнде де келесі жылы басқа нәрсе басталуына ешкім кепілдік бере алмайды. Сондықтан біз бұл жағдайға үнемі дайын болуымыз керек. Енді барлығы кішкене жоқ балаға байланысты мәселе болып қалды ғой. Сіздерге үлкен рахмет. Жаңағы айтып отқан неңізде маған өте ұнап жатыр. Мысалы жаңағыдай проблемамен келген кезде дұрыс айтасыз, жаңағыдай көбінесе өзімізде де кездеседі. Жаңағы бұл енді қаржы жағы, тиісті органдардың қаралатын мәселесі, басқа да проблемамен келетін болса, сонда ал енді дер кезінде мәселенің барлығы жаңағы шешіліп жататын болса, ол да үлкен көмек болады. Ол да сіздердің тараптарыңыздан өте бір дұрыс атқарылып жатқан жұмыстардың. Біз қазір мынау акимат тарапынан, мәслихат болсын, билік тарапынан, үкімет тарапынан өздеріңізге бір берілетін көмек жөнінде тоқтам болып қалғанса, кедергі болып жатқан болса,
өздері тоқтатып қарап отқан болатын болса, біз тікелей басшы болып кірісе аламыз. Өйткені бізді мәтін тыңдайтын, олардың бәрі тыңдайды. Өйткені біз мынау қай жерде екенменен мынау ақпарат президент оның барлығына елбасымыздың өзі айтып жатады ғой, мысалы жолдау бар, айту бар, орындалу бар дейді. Көрдіңіз бе мәселе? Ал енді орындалмай жатқан біз жеткізетін болсақ, ол кісіні кім біледі, бұл жақта жаңағы орындамай жатқандардың не болатынын. Сондықтан да жаңағы егер де өздеріңізге заңның аясында акимат тарапынан, басқа тарапынан қажетті заңды көмектер, қаржы жағы болсын, басқа болын құрамай жатқан болатын болса, араласа аламыз, амандық болса. Сондықтан да қаншалықты мынау ауыл-ауылда мектепте мұғалімдеріңіз болады, көп қой мектеп, қанша мектептер бар, онда қанша мұғалімдер бар, өздерінің де мысалы, пенде ғой. Қаншалықты қандай да бір отбасы ошақ қасында проблемалар болады. Бір шешемей жүрген проблемалар бар, ағайын-туыстардың, балалардың шамасы, шешемей жүрген проблемалар бар. Олармен де тікелей бізбен хабарласып болды. Олармен ескертулеріңізге мына телефондарды бердік. Сосын бәлен жерге кел, бәлен жерде мен күтем. Бізде ондай кішілік тағы жоқ. Қай жерде болады өзі? Біз барамыз, мен барамын мысалы. Оларды сандалту деген болмайды мысалы. Біздегі ең бір жаңағы өзіміздің алған бағыт бағдарламамыз өзі осында. Барынша халықты шаршатпау. Проблемаларын дер кезінде шешуге араласу. Әрине, заңның аясында болсын. Сондықтан да соның өздерінің жаңағы ауылдағы мектепте келген мұғалімдермен кездескенде айтуларыңызға болады. Қажет па мектептерге барып әңгіме өткізуімізге болады. Қаншама ақыл кеңес. Мен оны айтып отырмын ғой, мысалы, саясат жөнінен болсын, еңбек жөнінен болсын, экономика жөнінен болсын, қандай болмасын сұрақтарын қоюға болады. Қазір көп адамдар мұны білмейді. Мысалы, бір сала, білім заңы бар, денсаулық заңы бар. Әр саланың өзінің заңы бар. Енді сол заңды қолданып, сол заңмен жұмыс істеген болады, сол заңмен жұмыс жасайды. Бірақ мынаны білмейді. Барлық заң, әр саланың заңды болады дейді. Қай уақытта? Егер басты заңға сәйкес келсе. Всякий закон мой закон, если соответствует основному закону. Өз жерін білмейді де, өзінің саласының заң қолдан кіргізе береді. Бір өз жерден барады да, басты заңға білмегеннен кейін арыздар туады. Сосын барып біреудің құқы бұзылып жатыр. Сондықтан да осы бір мәселесін біз түсіндіреміз. Қандай заң болмасын, соны қолданған кезіңізде қараңыз басты заң. Всякий закон будет законом, если соответствует основному закону. Осыны білмейді көпшілік. Даже әкім білмейді. Басты заңға сәйкес келетін. Олардың бір аудиториясында айттым мен осыны. Сондықтан да осының барлығын түсіндіру жағдайларын қажет болатын болса, пожалуйста, ол адамдар жинамай болса, мектепке барамыз, мектепке өткіземіз. Өткіздік мен талай мектептерде де болды, мысалы айтайын. Сондықтан да бізге ең басты мәселе бұларымыз. Өздерінің қызмет бабында, жұмыс бабында, отбасы, ошақ қасында проблемасы болмасын. Бәрі шешіліп отыратын болсын. Деген сол жағында ал енді мынау онлайн қашықтан оқытуға байланысты ата-аналар жағынан да сұрақтар болып жатыр. Бізде мынау бір-екі кісілер келмей қалды карантинге байланысты. Мысалы атап айтсақ, Баратов Алтынбек, Нақбек Нұрлан ата-аналардан келгендері бар, солардың сұрақтары бар. Біз дейді қаншалықты өзіміздің де біліміміз оған жете бермейді, онлайнға балдарды дайындауға дейді да, компьютерлеріміз жетіспейді дейді. Сол жағы қалай болады екен апай, соны тереңірек түсіндіріп берсеңіз. Жаңа айтып қазіргі таңда бүкіл мектептен біз мәлімет алдық. Барлық мектеп, жаңағы әсіресе мынау біздің көз жетім, жартылай жетім балдарымыз, немесе аз қамтамасыз етілген отбасының балдары, көп балалы ата-аналардан шыққан балдарымыз, жалпы көмек қажет ететін отбасыдағы балдардың барлығының қазіргі таңда тізім алынып жатыр. Одан кейін мынау
қала әкіміне немесе Нұр Отанға да ата-аналар тарапынан осы жаңа оқу жылына балдардың дайындығы бойынша да өз өтініштермен келген ата-аналарымыз бар. Қазіргі таңда ол 26 болды ма? 32 ата-ана. 32 ата-анадан да өтініш түсіп отыр. Оларды да ескеріп отырмыз. Жалпы егер де көмек қажет болатын болса, осы тыс қалып кеткен біздің жаңағы балдарымыз болатын болса, мүмкіндік бар. Әрі мен айтып отырмын, 1,5 ай бізге келіп тіркелу керек. Немесе негізгі өзі мысалы баласы қай мектепке барады, сол мектепке барып айтса да болады. Ол мектепке мысалы қабылдамай жатқан кезде осы білім бөліміне келсін. Бірақ біз барлығын міндетті түрде жаңа мен айтып отқан техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етеміз. Бірде баламыз одан тыс қалмайды. Өте жақсы орынды. Міне енді осы дөңгелек столымызды осымен тамамдасақ деп отырмыз. Сұраққа жауап бергендеріңізге жаңағы рахмет. Ал енді сұрақтарыңыз болса Әбекеңе тағы да қойыларыңызға болады. Сіздерге табыс тілейміз. Шаршамаңыздар. Осы өздеріңіздей азаматтардың міне елдің қамын ойлап жүргендеріңіз өте керемет. Сондықтан шынын айтқан кезде көмектеріңіз қажет. Анау бір бастан екі бас дейді. Сіздер енді тем более тәжірибелі азаматсыздар. Сондықтан әрдайым осы білім саласында бізге қолдау көрсетіп жатқандарыңыз үшін бірінші өзім алғысымды білдіргім келеді. И алда да мен ойлаймын бірлесіп мәселелерді бірге жасаймыз деп. Сондықтан бар уақытта бірге. Сіздермен бірге болмай болмайды неге? Айтып отырмын ғой жаңа. Сіздермен бірге болмасақ жұрт сауатсыз қалады. Сауатын жеткізіп жатсыз, көзін ашып жатсыз. Сондықтан бұл ең басты мәселе мұғалім. Ал жақсы рахмет онда қатысқандарыңызға. Істеріңізді сәтті тілейміз. Отбасыларыңызға амандық болсын.